Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен ең керемет пиццаның рецептісімен бөліскім келеді. Егер мен рецептімен дайындайтын болсаңыздар, қамыры өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен біз ұнымызды, ашытқымызды және қантымыз бен тұзымызды араластырып аламыз. Және ұнымызға жылы сүтті құямыз. Қамырымызды жақсылап илеп, оны жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкасын жасауға кірісеміз. Тауықтың филесін майдалап турап аламыз. Және табамызға кішкене май құйып, етімізді қуырып аламыз. Оған өз қалауыңызша тұз, паприка және қарабүріш қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыздан негізі 2 порция шығады, бірақ мен біреуін ғана жасап көрсетемін. Қамырымызды осылай жақсылап жайып аламыз. Противенге пергамент қағазымызды төсеп, үстіне қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Начинкасына майонез бен кетчупты араластырып, қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Үстіне етімізді қойып шығамыз. Және черри помидорларын, егер де черри болмаса, онда кәдімгі помидор да бола береді. Қамырымыздың жан-жағына жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешімізге пиццамызды салып аламыз. Бірақ бетіне әзірге сырды қоймаймыз. 20 минуттан кейін пиццамыздың бетіне сырымызды қойып шығамыз. Және духовкада тағы да 5 минуттай ұстаймыз. Мінекей пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ және дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.